Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Сабақтың тақырыбы сыбайлас жемқорлық қоғам дерті. Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Пара жауапты тұлғаға берілетін ақша немесе материалды құндылықтар. Бұндай ес заңмен қудаланады. Жемқорлық заңсыз пайда табу, пара алу, ұрлау және мафиялық құрылымдармен байланысу. Бұл қылмыстардың соңы жазаға келіп соғады. Бір рет пара беріп, сіз қылмысқа барасыз. Ал бұның қажеті бар ма? Сені күнде кешке біреу күтеді ғой. Ғұламалардың ұлағатты сөздері. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Абай Құнанбайұлы. Бәріне қанағат қыл да адал еңбек қыл. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Дүниеде әділдік пен адалдықты той еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов. Адал еңбек қара термен келетін, бейне құрал қажет жеміс беретін. Пайдаланар ұқыптылық ол дарыс, адамдықтың жақсы ісі өнетін.